Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 199-беренесине ылайык автордук укуктарды бузуп, тасманы кандайдыр бир жолу менен көчүрүп алуу жана мыйзамсыз таратуу 2 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратууга жазаланат жана ири өлчөмдө айыппул салынат. Ата, чалкалап толуктай бериңиз да. Уктап аткан жокмун балам, ойлонуп атам. Эмне жөнүндө ойлоп атканымды билесиңби? Сизде эми ой көп да, ата. Сессия, комитет, встреча с молодыми, со старыми избирателями. Мурдуң дырайын атасы менен классташ болуп алат. Вот. Классташыңызды бир угуп койсоңуз болот, ата. Эмне эркекче сүйлөшөлүбү? Эмне ал кыз ошончолук эле сулуу экенби? Кандай десем, ата? Сиздин жанагы ырыңыз бар го? Сулууларга суктанууга, сулууларга суктанууга акым бар. Бирок андай сулууну көргөн эмессиз, ата. Сен мени кызыктырып койдуң. Бирок мен намысыма тийип атасың да, ой бала. Ата, ишенсеңиз мен китеп окуй баштадым. Мен андан көбүрөөк билгим келет. Бирок ал баарын окуп койгон. А мен уялып атам. Мен керек болсо Айтматовдун бир да чыгармасын окуган эмесмин. Ошончо билимди каяктан алыптыр? Чет өлкөдөн окуп келиптир. Ата, мени эми сизде ким билет? Балаңызмын го. Клубтарда канча жүрдүм. Эми ал жакта акча чачканым, мушташканым, ичкеним, чеккеним. Азыр болсо ошол тамеки дагы, башкасы дагы баары токтоду. Ал кыз жүз сыйкыр жуган да, Ата, ишенесизби? 100 кыз. Жок, 100 эмес, 1000 кыз азыр ушул жерден тескери карап кетип баратса, мен аны айныбай тааный алам. Ата, эми ал кыздын чачтары эле бир. Астагфиралла. Сенин башың биротоло тегерет болгон. Сага психолог керек эмеспи? Балким керек болду. Ата, адам бол деп бириң урушуп, бириң ыйлай берчилеңер го. Мына мен эми адам болуп атам. Мен сенен чындап эле коркуп баштадым. Ошол кыз менен мени бир тааныштырбайсыңбы? Каада салт, нарк деген кандай болуп калат? Кайнатасы менен келини мындай алдын ала тааныша береби? Я Алла. Жан дүйнөң ушунчалык төңкөрүш болуп кеткен экен.
için başladınız ата? Neyim için başladınız? Birinci майда жалғыз тұрғаным. Суретке түшпеймін деп шырдады эле. Бұл 3 жашында. Коркпой атқа түшкөнүн карасаң. А бұл классташтар менен. Ama o kim? Шүмшік Муса ғой. Kim? Муса? Муса дейсіз бе? Білсіз? Муса деген ушул бу. Ооба, айым не? Мусадан көрүп атасыңар. Я, Муса Россиядан келип айылды окшойт. Атасы билбей айтып алды. Эмнени билбей айтып алды? Айылда экенин. Алиман апа, кандайсыз? Кагылайын. Сенсиң бе? Үйгө кирип сүйлөшсөк болобу? Киргире кой. Кире кой. Түрбөтү кой. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз кандай? Жакшы. Алиман апа, мен милицияда иштейм. Билем. Анан жалбыздын жоголгонун угуп, мен да өзүмчө издеп көрүүнү чечтим. Рахмат балам. Менде сизге бир эле суроо бар. Жаңы элекке келген кыздар, балдар.
Жалбыстын достору да. О, достору. Эмне болду? Сиз ошолорго ишенесизби? Ооба, ишенем. Мен азыр УЗИден чыктым. Сага 3 жума болуптур. Мен билем, сен кызсың. Мен сени сезем. Билесиңби? Мен сени эч качан таштабайм. Мен ар дайым жаныңда болом. Андан көрө жүр. Сага кийим көрөбүз. Оюнчук көрөбүз. Nazira, kızım gel. Gel. Gel kızım. Nazira, kızım. Kızım gelsene mi? Var. Nazira çıkıp. Kızım gelsin. Мамаң да көрсөтмөр го? Nazira. Kızım gel. Бар. Nazira gelsene kızım. Бар мамаңа бар. Geç. Мамаң да. Geç. Бу? Kızım. Калсың, кандай келип алдың, жакшы эле. Өзүңөр Кандай келип алдың, жакшы болушу. Жакшы. апамдар кандай, өзүңөр кандайсыздар? Жакшы, бар, жакшы. Бир аз таарынып атат. Бул менин сүрөтүмдү эч качан көргөн эмес го, Сүрөтүңү чыга калып терметпесең же бакпасаң. Таарынабыз да. Назира? Назира, кызым келсең? Ой. Алло. Кандайсың, жакшыбы? Мен де баардыгың жакшы. Анан чалам, Да, бурулай да. Назира, Мамаң да, мамаң? келсең? Жүре эми. Нурбек менен Айбек да күтүп калды. Бир аз көңүлү ачылат азыр, бир аз.
Anda ала бер бak. Sen kızım karışsan bunun yakın alasın mı? Жаққан жоқ қой, ойланда. Мону! Қана салық шашқан бе? Сенің кофе якында қой. Қызым қарасаң, мұндайлар бір кір. Мону перші мону. Мону? Саған екен, ә? Мұндай чү? Қарасаң? Мақуанда. Жақпасы да қачтақ сол. Тағым не алалы? Мону перші. Ала бер. Тағым нелерді? Мону перші мону, мону. Қайсыны? Мону. Алло? Қандайсың, жақсы ма? Çalan dedim, çalan degende çalan da. Mama. Чемоданда болдырбы? Канчадан да? Қандай дейсің? Mama. Жұмтыр чал жақта. Ал кісемді. Мен саған Чемодан бе? Раяна. Алло, çalбай тұрсаң, мен саған бірдеке жазат тамырсай. Қызым, бар, жақ ойнап тұрмақ қыл ба, келбей бияқа. Алло, азыр өзім бір нәрсе жазам, анан қайры çalам, өтіп тұрсаң. Алло, өтіп тұрсаң, кішіне чудап өтіп тұрсаң, өзім çalамды өтпайым бұл. Мен азыр çalам, азыр кішіне бошу айтам, мақылды оқойсың. Андан кейін мен қайры өзім çalам саған. Не oldu? Барты сияқты отыршы, мен сайтпайым, қайра келе бербе. Болар мен ойына отырып тұрсам? Отыр. Саған емес бұл, мұндайлы. Мұндай бір өтіп бара айтып тұршы, бірдеке деп айтып қойды. Азыр çalам өтіп тұрсаң? Не oldu? Гел моғылар алалда тамақ жемей. Шәйшелі басып. Не oltasың? Мен саған құрчағап бердім, қылбайсың сөзді. Бейқсы, не oltasың? Нелерің өшірма характерін көргіз отасың? Мен саған құрчағап бердім. Апе, қоқы. Сен бір қоқы тұрбайсың бұл. Мен анама құрчақтарыңды же. Үзмелі жалқы. Так, сыққан деттім әлі. Ай, мамаң соның құрчақтарды алып берейін ғой я? Я авайла, мұның жаңылы құрча мен бір чапты. Күчін ашығармап қалған тұрбай. Жөн ғой, біраздан жазылады. Не үшін толтасың? Мом не чалғыдып телефонды не күні? Дура десе. Қолыңа телефон түшіп кеткен деген. Қызың сен сұрасам не дейін? Не десең ошо дечі. Шығып жоғылайыншы. Апам дағы айтпағанда айтып кетті. Сен деле милдет қыласың. Барыңырдан қорқып жүріп өліп қалам ғой. Ақша сал дейсіңер. Салам. Дары сал дейсіңер. Салам. Дегелі разы емессіңер. Біз саған не деді келік? Аргинге алданбай, берердің етегін қарма деп айтқанбыз. Назираның атасы теңдіп, құйрығын қарматпай кетті. Ара жолда қалдың. Аны таап керетелем деп, өзің жетіп жоқ болдың. Еми, ханның ортасында юлдашың пайда oldu. Андан кейін талантың пайда болып тұр, еми қызың бар екен жашырып атасың. Ами, ежекемді сырымды төкпей шашпай айтып берсем, қайыр өзімді шығып қойдың, Жөм не қылайын, мен ешкім албайсы, жөм не қылайын айтсам? Мигранттардың бардың ұшынша шат кен, ерді қатын болу алышқан. Көтчей, ұшыл жаңды жиштірші. Айылда соның жігіттер толтыра, бағың açılıp қалғысы бардыр. Назира да чоң ойып қалды. Қолыңа алғының аны. Қолыңа қол, бұтыңа бұт болады. Назира сенің қызың, сен бақтың, өстірдің, емгегің чоң, талашпай. Назира, сен де маған бұны атайын қылдасың, я?
Мен да түшүн койчу, мен да астаяка кечигип атам. Макулбу? Таба аласың, бол, жүгүр. Бол, кирбейсиңби? Саламатсыңарбы? Отурабыз, отургула. Кана, сабакка даярданабыз. Аида, отурчу. Эже, мен пеналым жок. Эмне пенал эле? Апам Америкадан алып келген болчу да. Эми жакшылап кара. Эже, жок. Отурчу, Аида. Ой, мол Аидан пеналы го? Жок. Аида, сен пеналыңды Назира алып алыптыр. Чын элеби? Кана көрсөтчү. Жок. Тынчыкла, эмне болду? Эже, Аидан пеналын Назира алып алыптыр. Мен пеналымды издеп жатсам Назира алып алыптыр да. Курда болду да? Таңла дейм, балдар, тынч болобуз. Назира. Аидан пенал сендеби? Жок. Кана балдар, барып эчке чабыз. Аида мен Назира калсын. Аида, сен журналды алып келе каласыңбы? Макул. Назира, сен Аидан пеналын атайын алган жоксуң да, Сен жөн эле анага берип коеюн дедиң, Мен сага ишенем. Көрсөтчү. Азыр Аида келет. Сен өз колуң менен муну Аидага бересиң. Макулбу? Мен ойлойм, Аида деле туура түшүнөт, Кана, салып кой. Азыр Аида келгенде Эже, билесизби? Назира Аидан пеналын урдап албадыбы? Пеналын дейсиңби? Ооба, Назира деген кыз. Назирабы? Ооба. Ал кайталар? Келечи. Ай кызай, сен эмнеге менин кызымдын сумкасын аңтарып жүрөсүң я? Пеналын эмне урдап алдың? Жок, ал урдаган жок. Ай, аны деген чет мамлекеттен алып келгенбиз биз. Анда эле ошондой сага жакса, ата-энеңе саттырып албайсыңбы?
Уяты жоқ десе. Сен деген уыры қыз тұрбайсың бі? Мына мен қызыма жол қойып жүрген ұқтың ба? Уыры, 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 уыры. Клоун! Бомждай болбай бар жоғалтшы. Ой! Ой, қыздар жүрегім түсіп кетті. Ой, жүрегім. Ой, дөй. Қарасаң кеуетесің. Цирк оқшап. Цирк те? Мен сілердің көзіңерге клоун көрініп өте тоқшойм, ә? Gelememişti. Ертеден кечке мектепте жүріп атат да. Сілер білесіңер де емне болып атқанын. Қайсы қыз тентек қылып атат, қайсы қыз емне қылып атқанын. Ой, айт. Қарағылашы кеп өтесің. Ой, бұл мектеп пе емне я? Саламатсыз ба? Келіңіз, отырыңыз. Мана көрдіңіз. Ушу күнге чейин бардық нәрсеге көз жумып келдік. А бүгінгі қылған нәрсесіне қараңыз. Көз жума албайбыз. Қызыңыздың документтерін комиссияға дайындап жатабыз. Менің берген кеңешім сізге қызыңызды алып кетіңіз мектептен. Өзіңіздің үйіңіздің жаныңызда мектептер бар. Киргизиңиз ошол жерге жақынырақ. Чөйрөсүн өзгөртүү керек. Қарасаң тұрғанын ай. Мен ешкімдерді ұқпайым. Айфон қаралы талқалап 50.000 сом қалып бергем. Ушын дағы қызды тарбиялайбы? Қыз башы менен бушташып жүрөт. Қарачы қызымның чачын бүт барын жулуп салып тұр. Сабыр қылыңыздар, ата-энелер. Чыр-чатақтың қайдан шыққанын біліш керек, тақташ керек. Жөнді қиқыры бергенде болуы ушу жерде. Класс жетекшісі. Қараңыз, айтышсын. Эми, барын эле бир жакты кылып күнөөлөй бергенде болбойт го. Ай, чайнабай, сагызыңды алчы. Жалбыз эч өзгөрбөптүр. Мен аны сүрөттөн көрүп дароо эле тааныдым. Ал лицейге окуп кеткенден кийин биз такыр көрүшкөн жокпуз. Сиз ошол лицейге өзүңүз тандап алып бардыңыз беле? Ооба. Бұл жерде ит қиялыңды көрсетпей жөн оқу, тынч оқу. Ұқтың ба? Ұқтым. Қанша төлініп ұқтың да? Ооба. Мамаңның ақшасы күйіп кетпесін? Ошо мамам деле күйіп кетпейби? Не? Эмнеге мени алып кетпейт? Мен канча жолу сурандым, эмнеден коркот айтсаң? Не кылып алып кетет? Паспортың барбы? Кайсы документ менен четке чыгасың? Эми паспорттун столдо иштейсиң го. Жаза берсең болот беле? Жашың жетелек болсо сага каяктагы паспорт? Ой, жазап эле жүрөсүң го. Мен эмне көрбөйт деп ойлойсуңбу? Жапчы. Башыма түшкөн бир бала болдуң го сен. Буралайдын менден качып жүргөн себеби башка. Мен баары бир билип алам. Шашпасын.
Эмне болду, жалгыз? Назира, эмне болгонун сенден сурайын дедим эле. Мен сага эмне кылдым? Мен сага эмне кылдым? Анын баары тамаша да. А сендей сладкая ваталардан итти аллергиям кармайт да. Ошон үчүн тамашлашкым келе берет. Макул. Мындан ары ошентип тамашлашабыз. Сен эмне жиндесиңби? Мунун баары тамаша? Тамаша, тамаша. Эй, класстын президенти. Чегесиңби, менде дагы бар. Мен сени көргөн жокмун. Мага баары бир. Бул менин жашоомдогу акыркы тамеким. Наркы дүйнөдө жакындарың бар беле? Салам айта барайын. Ак жол. Bilgem, gelesиң, куткарасың. Эмне жата албай жүрөсүң, бир жатчы. Сен түш анан кетем. Сен мени көргөн жоксуң, уктуңбу? Бар кет. Азыр мени укпасаң, азыр баарын ойготом. Сен эмне өлгүң келип атабы? Мени баары бир кууп салышат бул жерден. Жок, кубайт, мен сүйлөшөм. Анан экөөбүз дос болобуз, чогуу сабак окуйбуз. Жок. Мен өлүшүм керек. Же мамама кетишим керек. Мен мамамды сагындым, көптөн бери көрө элекмин, жалбыз. Апаң какта? Россияда иштеп жүрөт. Мен да биротолу Россияга кетсемби дегем. А бул жакта окумчу эмне болот?
Мен бұл жердің стандарттарына тура келбейді оқшайым. Сен анда атайын эле тартип бұзып жүрген турбайсың бе? Өткөндө Нурайдын шымын кийип кетип, Адинаның шарфын тагынып алып. Эй, Найзира, ошода турабы? Эй, силер! Чийген чийинен чалбаган көчөттөр! Да вы достали меня, уроды! Же тамашаны түшүнбөйсүңөр, же жаман жакшыны билбейсиңер, же сүйүнгөндү билбейсиңер. Эй, сен мындай эшегиң оорубайбы? Психикаң жайында элеби? Мону кебетеңди карачы. Мону карачы, шөлбүрөйбүз. Эртеден кечке окуу, же телефонубуз жок, же эшикке чыгарышпайт. Бул мектеппи же түрмөбү, я? Айтсам, көчөдөн келген кыздарды эже деп сыйлашыбыз керек. А мен антип айта албасамчы? Турам. Мага жагат. Мен бул жерге окуш үчүн эле келгем. Тартиби дагы, тамагы да бардыгы жагат. Мен акылым жеңет. Мен баарына чыдашым керек. Мен мынтип жашай албайм. Мен же өлүшүм керек, же мамама кетишим керек. Өлгөнчө апаңа кет. Мамама кетиш үчүн акча керек. Канча? Сенде андай акча жок. Өлбөй калдың окшойт, э? Экинчи планга топтолдукпу? Сен чындап эле жакшы кыз окшойсуң, э? Сен эле байкабай жүрбөйсүңбү? Сен мага акча бересиң. Мен мамама барам. Жалбызды супер! Мен барып, маманы алып кайра сага салам, макулбу? Рахмат жамбыл. Алдайын баарына отабыз басып.